Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін өте дәмді, керемет болып шығатын шоколад қосылған печенье дайындаймыз. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер, балаларға сөзсіз ұнайды. Ыстықтайда, суықтайда өте дәмді болады. Ең алдымен бір плитка шоколадымызды алып, турап, морозильникке қатыруға 1 сағатқа қойып қоямыз. Сонда печеньемізді пісіргенде шоколад ағып кетпейді. Ыдысымызға 2 жұмыртқаны, одан кейін қантымызды салып, миксермен араластырамыз. Одан кейін үстіне жұмсақ бөлме температурасында тұрған майымызды қосып, тағы да араластырамыз. Бөлек ыдыста ұн мен разрыхительді араластырып аламыз, одан кейін массамызға қосып, тағы да араластырамыз. Онды бөліктерге бөліп саламыз. Ең бірінші миксермен, одан кейін қолмен тестаны елейміз. Міне бізде осындай тесто пайда болды, қолға жабыспайды. Одан кейін дайын болған шоколадымызды қосып, барлығын жақсылап араластырамыз. Енді тестамызды бірдей бөліктерге бөліп шығамыз. Менде 40 граммнан 25 штук печенье шықты. Противень үстіне пергаментімізді салып, печеньеларымызды жайғастырып, осылай үстінен басып шығамыз. 180 градуста қызып тұрған пеште шамамен 20 минутта пісіп шығады. Міне біздің печеньеларымыз дайын болды. Өте әдемі, дәмді, иісі керемет болып шығады. Рецепт ұнаған болса, лайк басып, комментарий жазып кетіңіз. Менің каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қойыңыз. Сонда келесі видеоларды бірінші болып көресіз. Және де менің Instagram парақшама тіркелуді ұмытпаңыз. Осы рецептпен жасаған болсаңыз, менің Instagram парақшамды белгілеп кетіңіз. Ас болсын!